Әлеуметтік желі, жасанды интеллект, ғылым, техника дамып жатқан заманда бала тәрбиесі күннен күнге қиындай береді. Кез келген нәрсеге көңіл бөлмесеңіз, ол нәрсе өспейді. Гүлге су құймасаң, гүлдің өспегені сияқты, балаға да өзіңнің көңіліңді құймасаң, ол дамымайды, ол өспейді. Әйтеуір көзімнің алдында ойнап жүр ғой, әйтеуір ютубты қарап жатыр ғой, әйтеуір телефонды шұқылап жатыр ғой деген сөз, бала өзімен өзі дамып жатыр деген сөз емес. Американдық ғалым Ялда Тулс «Добавьте своих детей друзья» деген кітап жазған. Яғни өзіңіздің балаңызға өзіңіз дос болыңыз. Осы әлеуметтік желі дамыған заманда баланы қалай тәрбиелейміз дегенде, ол кісі айтады, 3 жасқа дейін балаңызды мүлдем техникаға жақындатпаңыз. Өйткені 3 жасқа дейін баланың миы енді қалыптасып жатады, оған кез келген техника кері әсерін береді. Тіпті қазіргі аутизм сияқты көптеген аурулар осындай әрекеттің кесірінен болуы мүмкін. Ал енді 3-4 жастан бастап 5 минуттан 10 минуттан баланы ютубқа, әртүрлі әлеуметтік желілерге жақындатуға болады. Бірақ онымен бірге отырып не көріп жатқандығын қарап, контентті таңдауды, ақпаратты талдауды үйрету керек. Біз кішкентай балаға, дүниеге жаңадан келген балаға бірден қазының етін бермейміз, қолына вилка ұстатпаймыз. Яғни оның тамақ жеу мәдениетін бірте-бірте қалыптастырамыз. Тура сол сияқты оның асқазанын уайымдағандай, оның миында, оның санасында, оның жүрегінде уайымдап, оның ақпаратты тұтыну мәдениетінде жайлап қалыптастыру керек. Яғни ол әуелі анасымен сөйлеу керек. Әуелі табиғаттағы құстардың шырылын, бұлақтың сылдырын, сондай дүниелерді меңгеру керек. Содан кейін барып қана үлкен ақпараттарды игере алады. Оның барлығына қолыңыз жетпей жатса, үлгермей жатсаңыз, онда балаңызды балабақшаға беріңіз. Ол үшін Ордагенге хабарлассаңыз болады.